Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сәлеметсіздер ме? Алима ханым, бүгінгі мына тікелей эфирге шақырып жатқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Сіздерді сайыстың ережелерімен таныстырып өтетін болсақ, сайыста оқушыларға үй тапсырмасы ретінде екі тақырыпта құрастырып беру берілген болады. Әр командада екі оқушыдан. Оқушыларға 5 минут уақыт беріледі. Осы уақыт аралығында оқушылар өз роботтарын таныстырып өтуі керек. Біздің сайысқа қатысушылар Гепард 5-ші А сыныбы, Гонщики 5-ші З сыныбы, Мини Неджел 5-ші Е сыныбы, Болашақ 5-ші Д сыныбы және де білгірлер 5-ші Г сыныбы. Оқушыларымыз қазір жюрилардың алдында тұрған жеребет алып, қай команда бірінші бастайтын тәсілдер аласыздар өздеріңіз. Сіздерді әділ қазылар алқасымен таныстырып өтетін болсам, Шынар Санатбекқызы, әділ қазылар алқасы, Гүлзия Калиевна және де Айгерім Әшірбайқызы. Балалар, әр командада бір оқушы барып, өздеріңізге жеребені алып жатыр, жюриларын алып жатыр.